Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Әлемдегі жарияланған пандемия кезіндегі коронавирустық инфекцияның таралуының алдын алу мақсатында орта білім беру ұйымдарында білім беру процесін ұйымдастыру бойынша бірыңғай қашықтықтан өткізілетін ата-аналар жиналысында қаралатын күн тәртібіндегі мәселелермен танысып өтейік. Бүгінгі күн тәртібінде бізде екі мәселені қарастырғалы отырмыз. Бірінші мәселе: мен қашықтықтан қалай оқимын? Және екінші мәселе: өзіңді вирустық аурудан қалай сақтауға болады? Бірінші мәселеге байланысты тоқтала өтетін болсақ, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығымен бекітілген орта білім беру ұйымдарында қашықтық білім беру технологиялары негізінде оқу үдерісін ұйымдастыруына байланысты күнделікті оқу процесі 30 минут деп бекітілді және оқу процесін балапан, ел арна телеарналарынан көре аласыздар. Бұл телеарналарға қосылуға мүмкіндігі жоқ отбасылар Қазақ радиосы радио арнасы бойынша ести аласыздар. Осы мәселеміз бойынша қашықтықтан оқудағы ата-анаға жүктелетін міндет: баламен бірге күн режимін сақтау, баланың қолдаушысы, кеңесшісі болу, сабырлық, шыдамдылық таныту, жаңа тәжірибені қабылдау, құрылғылар мен шама келгенше балаларды қамтамасыз ету, балаға бағыт-бағдар беруге көмектесу, олармен бірлесе жұмыс жасау. Нені ескеруіңіз қажет? Оқушының сабақтың басталу уақытын ескеруіңіз қажет. Сабақ кестесі оқушының жұмыс орнына көрінетін жақын жерде болуы керек. Яғни жұмыс кестесін параққа жазып, көрінетін ыңғайлы жерге іліп қойыңыз. Сабақтар қатаң түрде уақытында өткізіледі, яғни алдын ала кесте бойынша өткізілетін болады. Компьютер, телефон толығымен зарядталған болуы тиіс. Бұның барлығын алдын ала кешке дайындап қойғаныңыз үшін. Өзің үшін назар аудар. Оқушылардың назарына арнайы сабақ оқу орнын белгіленуі шарт. Сабаққа уақытында қосылыңыз. Сабақ басталуға 5 минут қалғанда дайын отыр. Жуынып, таранып, ұқыпты киінуі маңызды. Жатын киім немесе халаттармен емес, оқушы мұғалімнің нұсқауларын қатаң орындауы керек. Яғни мектеп формасын киген ыңғайлы болар. Мұғалімге сұрақтар сабақтың түсіндірмесінен кейін, яғни мұғалім сұраған кезде ғана қойылады. Сабақты түсіндіру кезінде ата-аналар мен балалар чатта жазуға тыйым салынады. Тек дыбыс болмай, естілмей қалған жағдайда ғана рұқсат беріледі. Сабақ өтіп жатқанда бөлмеде қатаң тыныштық сақталуы тиіс. Сыртқы дыбыстарды өшіруіңіз керек. Сабақ уақытында отбасыдағы басқа балалар мен үй жануарларының кедергі келтірмеуін назарда ұстаңыз. Сабақ барысында балалардың бөлмеден шықпауы, орынсыз тамақтанбауы, басқа бөгде заттарға алаңдамауы, онлайн сабақтан шығып кетпеуі назарда болуы керек. Егер мұғалім сұрақ қойса, компьютердегі арнайы тетікшені қолданып, қолыңызды көтеріп жауап бере аласыз.
Елімізде болып жатқан жағдайларға түсінушілікпен қарап, ертеңгі болашағымыз үшін үйден шықпай білім алуда бізбен бірге болыңыздар. Ал екінші мәселемізге тоқталар болсақ, өзіңізді вирустық аурудан қалай сақтауға болады? Ауа тамшылық жолдарымен берілетін әртүрлі вирусты ауруларды жұқтырудан өзіңізді және өзіңіздің жақындарыңызды құтылуға көмектесетін 5 қарапайым ережесі бар. Олар: бірінші, жөтелген немесе түшкірген кезде аузыңызды және мұрныңызды майлықпен, қол орамалмен жабыңыз. Екінші, пайдаланылған майлықтарды қоқыс себетіне тастаңыз. Үшінші, қол орамал майлық болмаған кезде алақанға емес, шынтақ иілісіне жөтелуге үйреніңіз. Өйткені әдеттегідей аузыңызды алақанмен жабу жұқпаның қолдар және тұрмыстық заттар арқылы таралуына әкеледі. Төртінші, қоғамдық жерлерде айналадағы адамдарға жұғу тәуекелдігін азайту мақсатында жөтелі бар адамдарға медициналық бетперде тағып жүру ұсынылады. Бесінші, қолдарыңызды жылы сумен жуыңыз. Қолдарды тазалау үшін спирттік негізіндегі заттарды пайдаланыңыз және қолдарыңызды еріндеріңізге, мұрныңызға және көздеріңізге тигізбеуге тырысыңыз. Тағы да айтар кетер жайы, үй жағдайында балалардың дене қызуын тексеріп тұрыңыз. Күн сайын ылғалды жинау жүргізіңіз. Қолыңызды үнемі сабынмен жуыңыз. Және жеке гигиена құралдарын пайдаланыңыз. Осы ережелерді сақтасаңыздар, көп адамдар жиналатын қоғамдық жерлерге аса маңызды, сондай-ақ қоғамдық ұйымдарға көп бармауға тырыссаңыздар, денсаулықты сақтауға көмектеседі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.